Бәріне сәлем, сіздермен бірге мен Амирока, менің каналыма қош келдіңіздер достар. Описание оқығандарыңыздай, бүгін мен түнде макияж жасаймын, түнде боянамын деген видео. Вот бұл видео, наверное, ешкім түсірмеген шығар десем де білмеймін. Может, түсірген шығар. Вот. Короче, бүгін қазір сағат неше? Қазір сағат 11-ден 9 минут кетті. Вот. Ол түнгі 11-ден 9 минут кетіп тұр. Қазір осындай қап-қараңғы болып тұр. Қараңдар. Бұл ешқандай прикол, мынау емес, реально сіздерге айтып жатырмын. Вот, короче, мен қайда бара жатыр десеңіздер, осы видео соңына дейін қараңыздар. Сосын уже сіздерге айтатын боламын. Өте күшті жерге барамын негізі. Вот. Так что осы видео бастамастан бұрын лайк басып, комментарий жазып, және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ал біз бастаймыз. Короче, мен уже шашымды жинап қойдым, түйіп қойдым. Вот, мен деген негізі күндіз осылай қасымды жасаған болатын, так что мен оған тиіспеймін. Мен қазір просто өзімнің бір новый өзіме ойлап тапқан макияжымды жасайтын боламыз. Вот. Так, ең алдымен бізді, конечно же, бетімізге уважение жасау керек. Мен оны за кадром істейтін боламын, өте маған неудобно болады қазір. Так, менде база клиник. Осындай клиниктан. И осындай менде крем флюид бар. Вот. Осы екеуімен қазір мен кожамды, бетімді ылғалдандырып аламын. Содан соң сіздерге ораламын. Вот. Так, достар, мен уже кожамды ылғалдандырып алдым, бетімді. Енді осындай консилер жағам. Так, мен ютубта қарам келіп тұр, достар, еще вот. Так, құдай жағам. Болды, жарайды. Синяк, потому что скрывать ету керек. Жоқ. Лайфхак, сіздерге арналған лайфхак. Менің атынан, короче, осылай тушевать етесіздер. Қараңыздар. Мен бірінші осылай тушевать етесіздерді. Осылай. То есть кисточками осылай. И уже потом спонж-гастер. И осылай поставить. Все. Потому что распределять эту или кисточка на... Ой, консилерді. Енді. Теперь другая картина стала. Чтоб тұр. Все, мен енді тон жасайтын боламын. Носите креммен. Короче, қазір ең бірінші бізге плоский нәрсе табу керек. Плоский нәрсе. Норма. Короче, мынаны аламыз. И просто қараңыздар. Мен не істеймін қазір. Жарайтын жақты же. Вот и все. Қазір будем распределять. Қазір енді бетімізге жағамыз. Ойбай, мен қатты көп уақыт қойдым. Все, достар, мен тонды жағып болдым. Өте күшті шықты. Енді бізде контуринг. Так, контуринг. Ең бірінші осылай істей аламыз. И осылай, короче, істейміз. И потом уже осылай сечеміз. Норм. Да, осылай тушевать етеміз.
Короче, енді менде осындай сен сұлудың консилері. Кішкене жағымыз құттап жағымыз. Мен румяна жақпадым, специально қас көрестерден болатын. Қазір спонж. Спонжы суға алайыншы, неге ол? Менде что мынандай бутылка бар. Бутылка дема, білмеймін. Енді қазір бізде пудра. Енді Real Wiz Pro HD Powder. Рассыпчатая вместе. Нанеси сую мою. Так. Совсем раз. Все, достар, мен пудрами істеп алдым. Міне. Осылай. Енді қазір мен ең басты нәрсе, қазір румяна неге жақпадым деп сұрасаңыздар. Менде такс. Осындай, менде осындай палетка бар, новый. Бұл бізде Faris Cosmetics. Осындай 3 in 1. Короче, 3 в одном. Это контуринг, румяна и пудра. Мен қазір румянасын жағам. Мынандай кисточка аламыз, кішкене андай болып кеткен. Бисмилля деп алайық. Бисмилля деп жағайық. Қараңыздар достар, күшті болып тұр прям. Капец, он пигментированный. Все, менде румяна слепота. Қараңыздар, өте күшті прям болып тұр, маған қатынап тұр. Маған впервые в жизни ұнап тұр, қалай мен румянам просто күшті болып тұр, потому что бұл еще блески, как хайлайтер и как румяна. Өте күшті. Енді біз туш жағамыз. Менде осында Luxe Visage XXL вот қаскерлермен жағамыз. Короче, қаскерлер қысалам. Достар, кірпігімді бояп болды. Менде енді последний этап бұл блеск. Мен осындай Luxe Visage'дан блескін жағым кеп тұр. Ал достар, мен болдым. Қараңыздар. Страшно просто ештеңе істемеймін. Вот и все. Қараңыздар, өте әдемі макияж шықты. Да чистый макияж. Ал достар, енді сіздерге айтатын кез келді. Мен қаққа жиналып жатқанды. Сағат уже... Мен сен 1 сағат бұл жиналдым ма? Сонда 11:51 минут кетті. 12 болып қалды сағат. Мен қаққа жиналдым десеңіздер. Давайте ең бірінші айтам дегенше. Сіздер маған подписка жасап кетіңіздер, және де лайк басып кетіңіздер. Сонымен қатар менің памятім бітіп бәле болдым. Короче, достар, мен қаққа жиналдым десеңіздер. Ешқайда! Достар, сіздерге пранк қалай болды? Сіздерге пранк болды бұл. Вот. Мен ешқайда жиналған жоқпын. Бұл чисто өзім үшін. Просто осылай түнделетіп, өзіме осындай легкий, андай күшті макияж жасам келді. Бұл как раз проба макияж болған. Соны мен сіздермен бірге бөлісіп та келдім. Лайфхактармен де бөлістім.
Сондықтан да осы видеоға аямай давайте лайк басып кетейік, және де менің каналыма тіркеліп кетейік. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Келесі видео қандай келесі видео қандай келесі видео қандай түсірейін, комментарий жазып кетіңіздер. Осы видеодан сау лайк басып кетіңіздер. Всем пока!